Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Нұршахар. Бүгін сіздерге төсеніш тоқып үйретемін. Жұмысымызды бастамас бұрын арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Олай болса, жұмысымызды бастаймыз. Ең алдымен бізге қажетті құралдармен таныстырып өтейін. Қайшы және де екілік және номер 4-ші крючок. Және бізге басты құрал ол кавказский жіп. Кавказский жіп кез келген фурнитура магазинде сатылады. Олай болса, сабағымызды бастаймыз. Ең алдымен достар, сіздер түйін түйуді білесіздер. Шеңбер жасап, шеңбердің ішіне тоқуды, оны да білесіздер. Если сіз олай тоқу білмесеңіз, менің арнамда бар. Крючогымның номер 2-ші жағын пайдалана отырып, осылай шеңбер жасадым. Басынан бастап көрсейін. Осы 4 саусаққа осылай шеңбер жасаймыз да. Сұқ саусағымызға іліп, жібімізді шығарамыз. Және де осы. Ой, кешіріңіз, видеоға түспей қалса, 4 саусағымызға ілеміз да. Сұқ саусағымызға кіргізіп, жіпті қайта шығарамыз. Жіпті шығарып, тартамыз. Енді одар осы жерден 3 воздушный көтереміз. 1, 2, 3. 3 көтердім. Енді осы шеңбердің ішіне 10 столбик с накидін тоқимыз. Екі болды. Ең бастапқы 3 воздушныйымыз 1 столбик с накидінді құрайды. Менде тоқылатын ковриктің, менде тоқылатын төсеніштің размері 1/20. Диаметрді білесіздер ғой, бір ұшынан келесі ұшына дейін диаметр болып есептеледі. Мен диаметрі 1/20 төсеніш тоқимын. Столбик без накид, столбик с накидін, если тоқуды, крючокпен тоқуды білмесеңіз, менің арнамда крючокпен тоқу 0-ден бастап үйрену деген арнайы сабақ бар. Сол сабақты көріп, үйреніп тоқуды бастасаңыз болады. Столбик с накидін деген осы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, мынау ең соңғысы 10. Содан кейін қараңыздар достар, крючок жіпті тартамыз. Көрдіңіз ғой? Тартқан кезде осындай жарты домалақ шықты. Осы домалақтың ішін тоқып шығамыз. Біреу, 5 тоқимыз. 2, 3, 4, 5. Көрдіңіздер ғой? Ең алдымен 10 столбик с накидін тоқып, осы шеңбер тартып алып, содан кейін қалған 5 столбик с накидін тоқимыз. Общий бізде 15 столбик с накидін болады. Содан кейін, ең бірінші бастаған, 3 воздушныймен бастаған столбик с накидінге, үшінші воздушныйға осылай біріктіреміз, қосамыз. Содан кейін тағы да 3-ке көтереміз. 3. Содан кейін, қараңыздар. Астында тұрған столбиктердің
үстерінен тоқып шығамыз. Көрдіңіздер ғой. Бір столбиктің үстіне біреу, екінші столбиктің үстіне екеу. Одан кейін үшінші столбикке біреу, төртінші столбикке екеу. Солайынан бір столбикке біреуден, бір столбикке екеуден тоқып шығамыз. Осы қатарды дәл солай аяқтаймыз. Біреу, екеу, біреу, екеу, біреу, екеу қылып, дәл солай аяқтаймыз осы қатарды. Көрдіңіз ғой? Мына жерде екеу, мына жерде біреу, енді мен екеу тоқып жатырмын. Осыдан кейін біреу тоқимын. Одан кейін екеу тоқимын. Одан кейін yana екеу, одан кейін біреу. Дәл осылай осы қатарды аяқтаймыз. Мінекей достар, мен қатарымды аяқтап, үш воздушныйдың үшіншісіне іліп, осылай біріктірдім. Де осылай шықты. Басында осындай кішкене майсынға қайырыңқы болады, бірақ ол өзі түсетін болғандықтан осылай тығыз тоқыңыздар. Өткен ертең бұл төсеніш жуылады, жуылғаннан кейін кеңейіп ашылып кетпеу үшін. Енді одан кейін достар, мінекей. Дәл 3 воздушка жасаған столбиктің астынан бір столбик накидін жасадым. Одан кейінгі столбикке де біреу салдым, қойдым. Одан кейінге екеу. Енді бұл қатар бізде екеуден не істейді жаңағыдай тоқып шығамыз екеуден. Бір столбикке, әр столбикке екеуден осылай столбик накидін тоқып шығамыз. Көрдіңіздер ғой? Біреу, дәл сол столбикке үстіне екеу. Біреу, дәл сол столбикке екеу. Біреу, дәл сол столбикке екеу. Осылай тоқи береміз. Дәл осылай осы қатарды аяқтаймыз. Мінекей мен ең соңғы неге келдім. Үшіншісіне қадаймыз. Үшіншісіне іліп аламыз да. Осылай не істейміз? Біріктіреміз. Екі басын. Содан кейін үшке көтерілеміз. Одан кейін дәл осы столбиктің астынан бір столбик накидін тоқимыз. Одан кейін біреу. Одан кейінге тағы біреу. Одан кейінге екеу. Одан кейінге біреу. Одан кейін тағы біреу. Тағы біреу. Одан кейін екеу. Осылай тоқи береміз. Біріншісіне екеу, екіншісіне біреу, үшіншісіне біреу, төртіншісіне екеу қылып тоқимыз. Көрдіңіз ғой? Ана іште екеу, біреу, мына жерден екеу болу керек. Мен аны тоқып кетіппін. Біреу, тағы да біреу. Дәл осылай тоқып, осы қатарды аяқтаймыз.
Содан кейін достар қараңыз, мына бізде бірінші қатар, екінші қатар, үшінші, төртінші қатар ғой. Төртінші қатарымыз бір столбиктің үстіне екеуден, одан кейінгі екі столбик біреуден, одан кейінгі столбик екеу. Солайнан әр екі столбиктің ортасына екеуден қалдырып кетіп отырсақ, төртінші қатар, бесінші қатарда екі столбиктің ортасына біреуден, яғни бір столбиктің үстіне екеу, одан кейінгі столбикке біреу, одан кейінгі столбикке екеу, одан кейінгі столбикке біреу болып тоқимыз бесінші қатарда. Ал алтыншы қатарды дәл жаңағы үшінші қатар тоқылғандай әр столбиктің үстіне екеуден тоқып шығамыз. Одан кейінгі жетінші қатар дәл осы төртінші қатардай болады. Сегізінші қатар бесінші қатардай болады. Тоғызыншы қатар алтыншы қатардай болады. Дәл солайнан 10-ға дейін тоқып алыңыздар. 10 қатар болам дегенше. Мінекей достар, менде 10 қатар осылай шықты. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 қатарым осылай шықты. Ендігі достар, келесі қатарымыз 3 петля, 3 воздушный көтереміз. Содан кейін біріншіге, екіншіге, үшіншіге, төртінші қатарға бір столбик знак кедін тоқимыз. Төртеуіне столбик знак кедім, бір столбиктен тоқимыз да, келесі бесіншіне екі столбик знак кедін тоқимыз. Көрдіңіздер ғой? Төртеуіне біреу. Одан кейінгі тағы да төртеуіне бір столбиктен, содан кейін бесіншіне екі столбиктен. Дәл солай осы қатарды бітіреміз. Мынандай кей жерлерде, мынандай менде аңғармай тоқып жүрген жерлер бар. Сол жерлерде міне мынандай не болып қалды, көрдіңіздер ғой? Бүктетіліп қалады осылай. Если сіз петля саны, столбик санын арттырсаңыз осылай болып қалады. Сондай жерлерде прибавкамен қысқартып жүрсеңіз болады. Оның тек ешқандай несі жоқ. Өздеріңіз осылай жерге қойып, төсеп қойып, мына текс екенін көріп отырып тоқыңыздар. Менің қолымдағы жіп пен сіздің қолыңыздағы жіптің қалыңдығы сәйкес келмей қалуы мүмкін. Сондықтан сондай жағдайда жаңадай не болады? Мынандай артық болып тұрады. Менде мына жерде кішкене артық болды. Қазір мен бұл жерді прибавкамен қосып, бұндай артық қылмайтындай қылып жіберемін. Прибавканы қалай жасайды десеңіздер, міне қысқарту. Осылай. Так, екеу. Бұл дорожканы тоққанда өтетін тығыз қылып тоқыңыздар. Өткен жерге төсегенде, ертең жол жуған кезде кеңейіп кетпеу үшін, созылып кетпеу үшін тығыз қылып тартып тоқыңыздар. Сол кезде араларда жабық тұрады. Мен аны жаңа прибавка жасаймын дедім е. Мінекей оны қалай жасаймын? Осылай крючокқа жүктелемін да. Не, екеуінен бір шығардым. Осылай крючокта 2 петля. Содан кейін келесі накид жасаймын да, міне. Крючокта 3 петля. Осыдан бірге шығарам. Осылай. Бір ілемін. Екі ілемін. Үш ілемін. Дәл жаңағыдай қысқартуды тағы осы жерге бір жасап жүрем. Мінекей. Бір. Келесін тоқимын да. Үшеуін бір неден көзден өткізем. Міне. Көрдіңіздер ғой, мына жердегі жаңағы жиырылған кетті. Енді мына жерде, осы жерде де. Оны да дәл солайнан осылай тоқимыз да. 3 или 4 мынандай столбик тоқып аламыз.
Біреу, екеу, үшеу, төртеу. Мынау бесіншісін мінекей. 1, 2, мынау 3. Міне бірге шығарып ал. Көрдіңіздер ғой? Менікі осылай жазылды. Өстіп жазылып шығады. Сіздер де осылайынан тоқып түзу қылуға тырысыңыздар. Менің айтқаным заң емес. Өйткені мен сіздердің қолдарыңыздағы жіптің размерін білмеймін. Менің жібімнің размерін көрдіңіздер ғой міне. Осында размер. Кейде өзім де жаңылысып, кейде менен де қате кетеді. Сол себепті тоқып жүрген болсаңыз, неғұрлым менің айтқанымды емес, өздеріңіз осылай жерге қойып, тегіс болғанын қарап тоқысаңыздар екен. Мен клиенттің дизайны бойынша маған клиент жаңадай неғып берген. Соңғы рядтарға ою салуды. Ою болса деп айтқан. Сол себепті осындай қатарымыз соңғы жағында осылай ою салатын болам. Сол кезге дейін өздеріңіз анық қылып, дүп-түзу тоқи беріңіздер. Сол жерде мен сіздерге түсіндіріп, қанша петля кету керек, сол жерден айтамын. Оған дейін дүп-түзу қылып, өздеріңіз тоқи беріңіздер. Менде бұл дорожканың диаметрі 1,20, қайттан қайталаймын, 1,20 диаметрге тоқып жатырмын. Біз енді шамамен 80 диаметрі 80 болам дегенше тоқып аламыз. Дәл осылай. Ешқандай өзгеріссіз, дәл осылай 80 диаметр 80 болам дегенше тоқимыз. Сол кезде узорды көрсетемін. Келесі басқаша оюдың несін жаңағыдай қалай тоқылуын көрсетемін. Мен есімнен шығып кете жазады. Диаметрі қанша дейтін кісілер, міне қараңыздар. Диаметрін былай өлшейміз. Мынау бізде дәл ортасы, осы екеуінің ортасы, мына екеуінің ортасы радиус болады да, ал осыдан келесі бетке дейін диаметр болады. Демек, бізде қазір 26 диаметр 26 сантиметр болып тұр. Біз ұзынан ап келіп, міне, диаметр 80 болам дегенше тоқимыз. Дәл ортасы, міне, ортасы 40, радиусы сонда 40 болам дегенше тоқимыз. Міне, осындай тоқимыз ғой. Осындай тоқимыз. Радиусы дегеніміз мына жерден сыртқа дейінгі. Дәл шеңбердің ортасы мен шеңбердің сыртқы нүктесіне дейін радиус дейміз. Ал диаметр мына бастан дәл ортасын қиып өтіп, келесі бұрышқа дейінгі сантиметр радиус, диаметр. Сіздер жаңылыспаңыздар. Енді біз шеңбердің қақ ортасындағы нүктемен сыртына дейінгі радиусы 40 болам дегенше тоқимыз. Мінекей достар, мен өзімнің керекті ұзындығыма дейін тоқыдым. Енді қараңыздар, менде осы кезде сіздерге айтып едім, 80 диаметр 80 болам дегенше тоқыңыздар деп. Мінекей, менде осы кезде диаметр 73 сантиметр болып тұр. 73 сантиметр болып тұр. Енді мен дәл осы жерден негізі мен 80-ге дейін көтеріңіз деп айттым ғой диаметрін. Мына жерде мен басқа түсті қосқым келіп тұр. Өйткені менің салатын узорым бастағым келіп тұр. Узормен бастағым келіп тұр. Окей, дәл осы жерден осы жіп аяқталады. Оны міне қараңыз. Осылай алып, бір накид жасап, осылай шығарамыз да. Просто қиып тастаймыз. Түйін жасамаймыз, қыздар. Осылай міне тартамыз. Тартқан кезде өзіне түйнектеліп қалады. Бірақ бұл ешқандай түйнек емес, батпайды. Дәл осылай
жасаймыз. Енді достар, қараңыздар, мен узорға осы екі түсті алдым. Ақ және осындай асфальтный сұр түсті алдым. Енді осы екеумен тоқимыз. Мен қазір сіздерге схемасын көрсетемін. Мінекей достар, осы схема бойынша жұмыс жасаймыз. Міне, мына жерде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Мына жерде негізі мен нештек біреуін кемсап қойғам. Негізі общий 15. Мінекей. 15 петля. Сосын 2-15 петляның арасын 3 қыламыз. Арасын 3 петля қыламыз. Енді қараңыздар. Дәл осылай біз 15 петля так біз мынау аралықты ақ қыламыз да мынаны сұр қыламыз. Осы сұрға дейінгіні ақ қыламыз. Міне мынау сұр. Мына жақта бір рет ақ, одан кейін бір рет сұр болады. Мен айтқым келгені, осы реттен кейін біз сұрмен, содан кейін ақпен, содан кейін сұрмен. Сұрмен, ол кезде екінші сұрмен болғанда 15 петля сұрмен, одан кейін 3 петля ақпен, одан кейін 3 петлядан кейін 15 петля сұрмен тоқып, дәл осылайнан жұмысымызды жалғастырамыз. Осы схемаға қарап отырып тоқимыз. Одан кейін қараңыздар, бастапқы 15 петляның 3 петлясы сұрмен, одан кейін екі аралықтағы 9 петля, мынау екі аралығы 9 петля ақпен, одан кейін 3 петля сұрмен, одан кейін қайтадан 3 петля ақпен, одан кейін қайтадан 3 петля сұрмен, одан кейін 9 петля ақпен, одан кейін 3 петля сұрмен, одан кейін 3 петля ақпен, дәл солайнан осылай келесі қатар жалғасады. Одан кейінгі қатарда дәл солай, одан кейінгі 4-ші қатар, яғни 4-ші қатар уже біздің узорымыз шығару керекпіз. Сол кезде астыңғы 3 петлядан кейін астына тағы да қосып, мінекей қараңыз, 3, 9 петля тереміз. 3, 6, 9 петля. 9 петля сұр, одан кейін ақ. Мына жерде жаңа ақ болып еді ғой. 9 петля ақ болып еді. Енді бұл жолы мына жерге 9 петля сұр болады. Одан кейін 3 петля ақ болады. Одан кейінгі 3 петля сұр, одан кейінгі 3 петля ақ, одан кейінгі 9 петля сұр. Дәл осылай жаңа арағашықты тоқығандай арағашықты тоқимыз мына жерде. Дәл солайнан келесі ең соңғы біздің аралықты көріп тұрсыздар ғой. Әр петляның ортасы дәл солай, мына бетте де дәл солай қайталанып отырады ең асты. Дәл осылай осы петляны 7 қатарды общий. Міне 1, қараңыз, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 қатарды общий осы узорлармен толықтырамыз. Мен сіздерге видеода көрсетіп отырамын. Менімен бірге болып, арнама жазылып, видеоның соңына дейін қараңыз. Енді біз ең алдымен сұрдың алдында тоқылатын ақ, одан кейін оның алдында тоқылатын сұрды тоқып аламыз. Узорға дейінгі паласаны, жаңағы сұр мен ақ паласаны тоқимыз. Ақ жолақ пен сұр жолақты. Ол үшін біз жаңа жұмысымызды аяқтаған жерден сұр түсті. Осылай ұзын соңына жағын ұзындау етіп жағын ұзындау етіп салып аламыз. Көрдіңіз ғой?
аламыз, міне саламыз да. Өстіп ұзындау шығарып аламыз. Содан кейін 3 воздушный көтереміз. Сұрды тартамыз да, тоқимыз. Достар, мынау тоқманы қараңыздар. Қай жерде прибавка, қай жерде убавка деп айтып атасыздар ғой. Бұл жерде убавка деген болмайды. Бұл үлкейткенде көлем үлкейткенде убавка болмайды. Только прибавка болады. Прибавка қараңыздар. Мен целый на жерде қараңыз. Менде общий центрдан вообще диаметрін радиусын тоқыған кезде 30, осы менің 73 диаметрім 75 диаметрі 75 сантиметр болған кезде мендегі радиусымыз шеңбердің ортасынан сыртына дейін өлшеген кезінде менде общий 31 қатар болды. Енді сол 31 қатарды ары қарай жалғастырамыз. Мен 20 қатардан бастап, қыздар естеріңізде болсын, мен 20 қатардан бастап, көріп тұрсыздар ғой, узорды салуды сіздерге көрсетемін. Мен жаңа өзім диаметрін 80-ге дейін апарамын деп мына жерді көрсетпей өтіп кеттім сіздерге. Бұл узорды міндетті түрде сіздерге көрсетемін. Және де 20 қатардан бастап, 20 қатардан бастап менде убавка былай болды. Убавка жасаған жоқпын, прибавка менде 20 қатардан бастап, 20 қатардан 25 қатарға дейін убавка 10 петлядан кейін убавка жасап отырдым. Бір қатар прибавка, мысалы 20-шы қатар прибавка жасадым, 10 қатар сайын, 10 петля сайын прибавка жасадым, ал 21-де прибавка жасаған жоқпын. Целый тоқып шықтым да, одан кейін 22-де прибавка жасадым, 10 петлядан кейін бір прибавка жасап отырдым. Содан кейін 25-ге келгенде, 25-тен кейін мен узорды салғаннан кейін, осы узорды салғаннан кейін, одан кейін қатарда 26-шы қатардан бастап мен прибавка, осы қатардан кейін прибавка салдым. Ол прибавка менде 15 петлядан кейін бір прибавка, 15 петля, бір прибавка, 15 петля, одан кейін бір прибавка салдым. Одан кейін прибавка салмадым. Одан кейінгі қатарда 15, бір прибавка, 15, бір прибавка қылып қостым. Одан кейін дәл солай бір қатар прибавкамен, бір қатар прибавкасыз қосып отырдым. Енді мен жаңа ең соңғы қатар 31-ші қатарды прибавкасыз тоқыдым. Енді осы қатарда прибавкамен тоқимын. Прибавкамен мынау менде бірінші, одан кейін екінші, үш, көріп тұрғаныңыздардай екі жіптің ұшын қосып тоқып жүреміз. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Көрдіңіз ғой, мен 15 петля тоқып алдым. 15 петля столбик с накидым тоқыдым. Енді 16-ға прибавка жасаймын. Достар, прибавка дегеніміз бір столбик с накидымның үстіне 2 столбик с накидым тоқу. Дәл осылай мен қатардың соңына дейін тоқимын. Мінекей достар, мен қатарымды аяқтап осылай қиып тастаймыз. Дәл жаңағыдай басын бастағандай тартып осылай түйін қылып тастаймыз. Енді біз келесі түс, ол бізде ақ түс. Осы ақ түспен тағы бір қатар жүріп өтеміз. Дәл осылай жолақ, ақтан жолақ жасаймыз. Бір, екі, үш көтеріп, ұстан кейін мына екі жіптің ұшын жасыра отырып, не тоқып кетеміз. Мінекей. Көрдіңіз ғой? Жаңананы біз прибавкасыз тоқып шыққанбыз. Енді аяқта бұны прибавкамен тоқимыз. Жоқ. Қатар жаңа прибавкамен тоқыдық. Енді аны прибавкасыз тоқимыз. Общий столбиктің үстіне столбиктен бір столбиктен тоқып шығамыз. Дәл осылайынан қатардың соңына дейін тоқимыз. Көрдіңіз ғой, ешқандай өзгеріссіз, ешқандай қосусыз, алусыз. Дәл осылайынан осы жерге дейін тоқимыз. Мінекей достар, мен ақ жолақтың соңына келдім. Осы жерден бір столбик с накидым тоқимын да. 3 үшіншіне салып біріктіремін. Осы жерден бір накид жасап, жұмысымды аяқтаймын. Осымен біздің достар, төсенішіміздің бірінші бөлімі аяқталды. Егер де сіз екінші бөлімін көргіңіз келсе, арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода жүздескенше сау болыңыз.